Сәлем достар, бүгін өзіміздің ұлттық тағам бауырсақты дайындаймыз. Видеоны соңына дейін көрместен каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Алдымен 500 мл жылы суға 1,5 шай қасық ашытқы, 2 шай қасық қант, 2 шай қасық тұзды салып, жақсылап араластырып аламыз. Содан кейін 50 мл сұйық май құямыз. Енді ашытқымыздың үстіне 700-1 килограммдай болатындай ұнымызды сеуіп, жақсылап қамыр елейміз. Қамырыңыз видеодағыдай мықты тығызда, мықты жұмсақта болмауы тиіс. Қамырды жарты сағаттан кейін бір басып аламыз, содан кейін тағы жарты сағат демалтамыз. Осылай қамырыңыз 2 есе көлемде өседі. Қамырды ұнмен немесе сұйық маймен жаюыңызға болады. Енді қамырды керекті бөліктерге бөліп алып, қалыңдығы 1,5-2 см болатындай етіп жайып аламыз. Бауырсақты кез келген формада жасасаңыз болады. Мен дөңгелек бауырсақтар жасауды жөн көрдім. Қамырды тағы 5 минутқа демалтып қойсаңыздар, артық етпейді. Дайын болған бауырсақтарымызды ыстық майға екі жағынан қызартып қуырып аламыз. Өзім осындай ішінде ауасы бар бауырсақтарды өте қатты жақсы көремін. Дайын болған бауырсақтарды артық майынан айырылу үшін майлықтарға салсаңыз болады. Осымен біздің бауырсақтарымыз дайын. Рецепт ұнаса, парақшама тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Асылжан, астарыңыз дәмді болсын.